Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті кезекті бейнедәрісін жалғастырады. Біздің бүгінгі тақырыбымыз әділдік туралы болмақ. Хакім Абай Құнанбайұлы кімде-кімнің әділдігі жоқ болса, оның ұяты да жоқ деген екен. Тағы бір өлеңінде қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме, қызық келсе қызықпа, оңғаққа ерме, жүрегіңде сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме деп жырлаған еді Абай атамыз. Ендеше әділдік қандай қасиет? Әділ болу, адам ақысын жемеу, дұрыс шешім қабылдау, шындыққа жүгіну секілді түсініктерді құрайды. Әділ адамға сенімде мол болады. Әрине, әділдік адалдықтан туады. Және кез келген істе жұрттың бәрі адалдықты танытады деп айту асыра айтқандық болар. Әйтпесе, мүлдем қылмыс болмай, сот жүйесі де, құқық қорғау органдары да әділдікті орнатамыз деп шала бүлінбес еді. Ол нені білдіреді? Әрине, қайда болса да әділдікті орнатудың қиындығын көрсетіп отыр. Өйткені ол дауласып қалған екі адамның арасындағы келіспеушілік кілтін табу үшін ғана емес, бүкіл адамзаттың болашағы үшін керек қасиет болып табылады. Сондықтан елбасы, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы 21 ғасырдағы әділдік бұл ұлттық дамудың ең маңызды шарттарының бірі деп атап өтті. Бұл сөзге ел іші де, сырты да тыныш болсын, халықаралық жағдай жақсы болсын, дау-дамай, өкпе наз, қастандық аз болсын деп тілейтін иманды жанның бәрі қосылады. Біз өз сөзімізде әділдік жөнінде атап өттік. Сізде бір сұрақ туындауы мүмкін. Әділдік не үшін айтылды деп? Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің ең басты мақсаты қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті және парасатты қалыптастыру. Осы орайда әділдіктің алар орны ерекше болып табылады. Сондықтан да біз сіздерден сұрайтынымыз әр уақытта да әділ болуға шақырамыз. Ал сіз әділсіз бе? Егер сіз әділ болсаңыз, сіздің әділдік жөніндегі бейнежазбаларыңызды біз әлеуметтік желілерден күтеміз. Және бізді антикоррупшн законы белгілеуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше қош, сау болыңыздар.